Кім күшті ертегісі? Баяғыда қырғауыл бөденемен дос болып, екеуі мұзда сырғанап ойнап жүріпті. Бөдене тайып жығылып, аяғын сындырып алыпты. Қырғауыл айтады: құстың аяғын сындырып жіберетін мұз қандай күшті, деп таң қалады. Ол мұздан: мұз, саған мұндай күш қайдан келді, айтшы, дейді. Осы да күш пе екен? Аяз менен де күшті. Ол болмаса, мен мұндай берік болмас едім, дейді мұз. Қырғауыл аяздан: аяз, сен осынша күшті қайдан алдың, дейді. Осы да күш пе екен? Деп таң қалады аяз. Бұлт менен де күшті. Ол менің бет-жүзімді жуып тастайды. Қырғауыл бұлтқа келіп: бұлт, осынша күшті қайдан аласың, дейді. Қайдағы, осы да күш пе екен? Жаңбыр мен жел менен де күшті ғой. Олар менің бойымнан оп-оңай өтіп кетеді, дейді бұлт. Қырғауыл жаңбырдан сұрайды: жаңбыр, осынша күшке қалай ие болып жүрсің? Менің күшім соншалықты күшті емес, дейді. Егер мен күшті болсам, далада қызғалдақтар жайқалып тұрмас еді. Мен оларды жерге жалп етіп құлатып тастар едім ғой, дейді жаңбыр. Қырғауыл қызғалдаққа келеді: қызғалдақ, сен неге сонша күштісің? Мені қасқыр таптап кетіп жүрсем, менде қайдағы күш? Әне, қасқыр менен де күштірек, дейді. Қырғауыл қасқырға келеді: ей қасқыр, сен бәрінен күшті екенсің ғой. Айтшы, осынша күш бойыңа қалай келген? Жоқ, мен күшті емеспін. Мені құмырсқа шағады. Сондықтан да құмырсқа күшті. Қырғауыл құмырсқаға келеді: құмырсқа, сені бәрінен күшті дейді ғой. Сол рас па, деп сұрайды. Я, деп жауап берді құмырсқа. Жеті батпан жерді көтеріп алып, арқама салып алатын болсам, мен күшті болмай, кім күшті болады? Сөйтіп құмырсқа бәрінен де күшті болып шыққан екен. Осымен, достар, менің ертегім аяқталды. Сау болыңыздар.